Мысыр мен Сирияда құлдықтан шыққан мәмлүктер қалайша билікке келді? Бұл видеода осы сұраққа жауап аласыз. 1249 жылы Мысырда Аюбиттерден шыққан Ас-Салих Аюб билікте еді. Сол жылы ол дүниеден өтті. Орнына оның ұлы Тураншах билікке келді. Сұлтан әкесінің сенімді мәмлүктерін биліктен және сарайдан шеттетуге тырысты. Бірақ сұлтанның бұл іс әрекеті мәмлүктерге жақпады. Ақыры 1250 жылы Бейбарыс, Ақтай, Құтуз және Айбек бастаған мәмлүктер сұлтанды өлтірді. Сол жылы билік Әл-Муиз Айбектің қолына өтті. Айбек те бұрынғы мәмлүк болатын, бірақ сұлтандардың тағында ұзақ отыру қиын еді. Қастандық, сатқындық, жорықтар мәмлүк саясатының қалыпты көрінісі болды. Айбекті әйелі Шаджараддур өлтіріп, артынша өзі де мәмлүк қолбасшысынан қаза тапты. Міне, осындай аласапыран заманда билік Құтуздың қолына өтті. 1260 жылы моңғолдар Сирияны түгелдей жаулап алып, Халеп пен Дамаскты талқандады. Бағдатты да жермен жексен еткен еді. Ендігі кезек Каир. Құтуз Бейбарысты қолбасшылыққа тағайындап, Айн Жалутқа аттанды. Айн Жалут шайқасы 1260 жыл қыркүйек. Тарихшылар бұл шайқасты ислам өркениетінің құтқарылу сәті деп санайды. Мәмлүк әскері моңғолдарды алғаш рет ашық шайқаста жеңіп, олардың жеңілмейтін деген аңызын осы жерде бұзды. Бірақ осы жеңістен соң Құтуз қаза тапты. Бейбарыс пен оның жақтастары бұл өлімге қатысы бар ма әлі күнге дейін жұмбақ болып келеді. Дегенмен нәтижесі біреу. Бейбарыс сұлтан тағына отырды.